Жалпы өзім осы той бизнесімен айналысамын. Жалпы болашағы бар ма? Осы туралы сұрайын деп едім. Той бизнесінің менің билік күш қолымда адам болатын болса, кешіріңіз. Егер президент келесі президент болатын болса, мен миллион подпись жинап апарып бергім келеді. Біріншісі мынандай айтқым келеді. Тиым салатын нәрселер. Бүкіл спорт, большой спорт, соның ішінде бокс, футбол, хоккей, сонсыз біз өмір сүре аламыз, келісесіздер ме? Соның орнына, сонда кеткен ақшаның орнына бізге мал әкеп, сүтімізді өндіріп, біз қазір сүтті Қырғызстан мен Беларусьтен әкеп жатырмыз. Етті бүкіл ресторандарда 90% ет Аргентина мен Бразилиядан келіп жатыр. Бұл бізге үлкен масқара. Қазақ ет пен сүтті шетелден әкеп жатқаны. Хоккей болмаса, футбол болмаса, бірін-бірін жағын сындырып жатқан боксерлер болмаса, қазақ күн көреді. Етсіз, сүтсіз күн көре алмаймыз. Сондықтан қазақтың етін өндіретін, сүтін өндіретін, аяқ киім тігетін завод, фабрикалар ашуға сол ақшаның бәрін жұмсайтын едім. Біріншісі. Екіншісі, бүкіл тойханаларды бір 5 жылға жапқызып тастайтын едім. Бүкіл тойханаларды. Онан кейін қалаулым сияқты, мынау Екезу, тағы бірдеңке деген сайқы мазақтар бар ғой, тағы Чимкент шоу, солардың бәріне тиым салатын едім. Сайқы мазақ, шырылдауық шегіртке, шырылдап жүріп, ән салған, көгалды қуып, гөл айттап, өлеңмен жүріп жаздалған. Өмірдің күзі келе жатыр, алдымызда қыс келе жатыр, экономикалық, бүкіл әлемде. Біз жыртың ой, жыртың сол немене. Бұл дарақылық тастау керек. Сенде жоқ, қулық, сұмдық, тәсіл айла, жаралғаннан іздемедің байлық пайда, жомарттық пен қонақ жайлық сорың болып, сүйегін қалар мекен құммен сайда деп қайғырып, ақын өлең жазған. Соның кеселінен біздің 5 миллион қазақ қырылып кетті. Сондықтан ертең бала шағамыз дұрыс өмір сүретін болып десек, ойын тойды қойып, қазір тірлікпен айналысу керек. Завод, фабрика, өндіріс, ауыл шаруашылығымен айналысу керек. Сондықтан кешіріңіз, мен қолдамаймын. Әрине бар, дарақы қазақ кредит алып алады да, той жасайды, 80% тамақты апарып мусорға тастайды, шырылдау шегіртке әншілерге апарып ақшаны төгеді. Қазақты әнші мен боксер құтқармайды. Қазынан олар толтырмайды. Қазақты құтқаратын ғалымдар, кәсіпкерлер